Облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлері екі адамның өліміне қатысты күдіктіні қолға түсірді. 10 наурыз күні Зеленов ауданы Жаңатаң ауылында 1937 жылы туған зейнеткер мен оның 44 жасар баласының күштеп өлтірілген мәйіті табылды. Мүрделер Орал қаласының сот медициналық сараптамасына жіберілді. Аталған факті бойынша қылмыстың куәгерлері мен қылмыс жасаған тұлғаны анықтау мақсатында жедел тергеу іс-шарасы жүргізілуде. Рекс есімді қызметтік иттің көмегі арқылы оқиға орнына барған Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті қызметтік ит орталығының кіші инспектор кинологы полиция старшинасы Асқар Жұмабек және полиция қызметкерлері аталған қылмысты жасаған затты аяқтарды тәркіледі. Күдікті ішімдік ішкен күйде екі адамды өлтіруге аса ауыр қылмысын жасағанын мойындап отыр. Қылмыс арасында болған жанжалдан туындаған. Рекс осы кезге дейін көптеген қылмысты ашқан. Соның ішінде үшеуі адам өліміне қатысты. Облыстық ішкі істер департаменті ит орталығының кіші инспектор кинологы полиция старшинасы Асқар Жұмабековтың айтуынша, қылмыс орын алған жерге дер кезінде жетсек, күдіктінің ізіне түсіп, оны тауып алу итке оңайға соқпақ. Ал жоғарыда аталған қылмысты ашу туралы кинолог былай дейді. Кеше қылмысқа келгенде сол итті қолдандым, ізбен салып. Ит сол із жаңадан свежий із болғасын, ит сразу алып кетті. Сол ит сол ізбен жүргенде тікелей бірінші үйге апарды, Садовый көшесімен. Сол үйге апарғанда, сол шарбағанда сол өлтірген кісінің қаны бәрі табылды. Сол оқиға болды. Қазіргі уақытта күдіктінің кінәсін дәлелдеу бойынша жедел тергеу амалдары жүргізілуде. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Жайық пресс ақпарат орталығы.